Сәлем достар, бүгінгі шығарылымда фэнтези мен аңыздарға жақын тақырып жайлы айтқым келіп отыр. Бәріміз білетіндей, әр елдің өз тотемдік жануарлары мен мифологиялық жаратылыстары бар. Мысалға, Азия елдерінде рухты түлкі, Скандинавия елдерінде Мидгард жыланы Йормунганд. Бірақ та олардың шын мәнінде болғаны немесе мүлдем ойдан шығарылғаны біз үшін жұмбақ болып қала береді. Ал ендеше тізімді 3 басты ит Церберден бастайық. Құйрық орнында жыланы бар жаратылыс ежелгі грек мифологиясының өлілер патшалығының құдайы Аидқа қызмет етеді. Басты қызметі жер асты патшалығының өлілері шығып кетпеуін және сырттағылардың жер астына кірмеуін қамтамасыз етеді. Келесі кезекте көздері алтыннан құйылған арыстанның денесі мен бүркіттің басы бар қанатты грифондар. Олар аспан мен жерді, жақсылық пен жамандықты біріктіретін тіршілік иелері. Ежелгі заманнан бері грифондар қазыналар мен басқа да құнды мүліктерді қорғайтын болған. Кентаврлар қазіргі фэнтези жанрындағы фильмдердің танымал кейіпкері грек мифологиясынан бастау алады. Жылқының денесіне адам жалғасқан жаратылыс аңыз бойынша таулар мен ормандарды мекендеген. Кентаврлардың бейнесі атқа мінгендерді көрмеген халық өкілдерінің қиялы дегенде болжам бар. Осыған ұқсас тағы бір аңыз құбыжық Минотавр. Грек аңыздары бойынша адам денесі мен бұқаның басы бар жаратылыс Минос патшасының қызы күн құдайы Гелиостың ұлы саналады. Патша Минотаврды Крит жерінде салынған лабиринтте жасырған болатын. Ол жерге құбыжықты тамақтандыру үшін қылмыскерлерді тастайтын болған және жыл сайын Афинадан 7 қыз бен 7 жас жігіт алып келіп отырған. Бұл құбыжық соңында су патшасы Посейдонның ұлы Тесейдің қолынан өледі. Адамға ұқсас жаратылыстардың тағы бір түрі циклоптарға тоқтап кетейік. Грек аңыздарында жалғыз көзді алып 3 құбыжық Гея мен Уранның балалары ретінде көрсетілген. Туылған бетінде оларды байлап тартарға лақтырып жібереді. Бұл жер асты құдайы Аидтың патшалығында орналасқан түрме болып табылады. Титандармен соғыс кезінде олар босатылып Зевске қызмет ете бастайды. Ал Гомердің Одиссейінде олар халық ретінде көрсетіледі. Естеріңізде болса, Одиссей ұрыс кезінде циклоптың жалғыз көзінен айырған болатын. Палеонтологтардың болжамы бойынша аңыздың пайда болуы карлик пілдердің бас сүйектерінің табылуымен байланыстырады. Яғни сүйектегі мұрын тесігінің орны көздің орналасатын жермен шатастырылуы мүмкін делінеді. Теңіздің аңыз жаратылыстарына келер болсақ, сиреналар туралы айтып кеткен дұрыс болар. Грек мифологиясының демонологиялық тіршілік иесінің үстіңгі жағы адамның денесі, ал асты балықтың құйрығына ұқсас болып келеді. Бірақ ежелгі жазбаларда төменгі жағы құстың денесі болған деп кездеседі. Алайда кинематография көрнекті болу үшін оларды балық тектес теңіз құбыжығы етіп көрсетуді жөн көрді. Аңыз бойынша таңғажайып дауысты сұлу қыздар теңіз саяхатшыларын әдемі дауыстарымен ұйықтатып, денелерін бөлшектеп жейтін болған. Мифологиялық қыздар туралы тақырыпты гарпиялармен жалғастырайық. Бірақ бұларды сұлу деп айту қиындау болады. Себебі гарпиялар аңыздардағы ең ұсқынсыз жаратылыс саналады. Теңіз құдайларының қыздары жер асты патшалығындағы түрме Тартарды күзетеді. Ұзын тырнақты жартылай әйел, жартылай құс бейнесіндегі жаратылыс адам жаны мен балаларды ұрлаған. Ал бүгінгі тізімдегі соңғы жаратылыс ежелгі италиялық аңыздарда көп кездесетін орман мен табиғаттың құдайы Фавн. Бұл жаратылыс адамнан гөрі жануарға көбірек ұқсайды. Үстіңгі бөлігі адамның денесі болғанымен, басында мүйізі бар, құлағы үшкір, төменгі бөлігі жануардың денесі ретінде бейнеленеді. Фавн көбіне үңгірлер мен өзен жағаларында мекендейді. Ол болашақты болжап, күтпеген қонақтар келетін болса, әртүрлі орман дауыстарын шығарып ұйықтап жатқанда қорқынышты түстер көрсетеді. Жалпы мұндай құбыжықтарды байқап қалсаңыздар, бірден қашқан дұрысырақ болар. Ал менің бүгінгі айтарым осы. Комментарийге пікір қалдырып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.